Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы әдеби процесс, көркем әдебиеттегі дәстүр мен жаңашылдық мәселесі деп аталады. Дәріс сағатында әдеби процесс пен көркемдік даму заңдылықтары, әдеби даму және дәстүр жалғастығы, дәстүр мен жаңашылдық бірлігі, Абай дәстүрі және оның қазақ поэзиясындағы жалғастығы, қазақ әдебиетіндегі көркемдік дәстүрлер тақырыптары бойынша сөз қозғаймыз. Ең алдыменен әдеби процесс дегенімізді қалай ұғуымыз қажет? Осы жөнінде тоқталып өтейік. Әдеби процесс бұл белгілі бір дәуірде, сонымен қатар ұлттар мен елдердің, аймақтардың, жалпы күллі әлемнің тарихи кезеңдерінде өмір сүріп келе жатқан әдебиеттің тарихи заңды қозғалысы болып табылады. Бұл термин 20 ғасырдың 20-30 жылдарында пайда болып, 60 жылдарында кеңінен қолданыла бастады. Әдеби процесс, әдеби даму деген ұғымдар әрине өзара мағыналас. Екеуі де күнделікті немесе белгілі бір кезеңдегі әдебиеттің өсу, даму сипатына қатысты ұғымдар болып табылады. Әрине, әрбір дәуірдің өзіне тән даму ерекшеліктері болады. Ол ең алдыменен қоғамдық жағдайларға, әдебиеттің қалыптасу деңгейлеріне байланысты. Бүгінгі әдеби процесс немесе әдеби даму бұл ертеңгі әдебиет тарихына айналатындығы сөзсіз. Әдеби процесс әрбір тарихи кезеңде әлеуметтік, идеологиялық және эстетикалық тұрғыдан жазылған әр алуан сападағы кесек образдар мен қарапайым кескінделген қарадүрсін шығармалардан көпшілікке арналған әдебиеттерге дейін өз бойына үздіксіз сіңіріп отырады. Әдеби процесс көркемдік дүниенің қозғалысы мен дамуын зерттейтін методологиялық әдіс болып табылады. Әдеби процесс дегеніміздің өзі бұл әрине эстетика мен әдебиеттанудың, өнер теориясы мен тарихының, поэтикасының ортақ көркемдік категориясы. Әдеби процесске тән ерекшеліктердің бірі бұл дәстүр жалғастығы. Дәстүр жаңашылдық ұғымымен өте тығыз байланыста, ажырамас бірлікте. Дәстүр мен жаңашылдық бұл әдебиеттанудағы ең өзекті мәселелердің қатарында саналады. Себебі ол әдебиет дамуының, өркендеуінің негізі, жалпы тіршілік дамуының тетігі десек те болады. Бұл екі ұғым бір-бірімен байланысты, әрі бірінен екіншісі туындайды десек артық айтқандық емес. Жаңарада, жалғаса да дамып отыратын әдеби процесс күрделі диалектикалық даму заңдылығына бағынады. Дәстүр мен жаңашылдық бұл әдебиет пен өнердің даму барысында сабақтастық пен жаңғыртуды, мұрагерлік пен қайта жасауды, бұрынғы мен соңғының байланысын білдіретін ұғым. Дәстүрге ғасырлар бойы қалыптасып сұрыпталған әдет-ғұрыптар, жол-жобалар, көзқарас, түсініктер жатады. Ал жаңашылдық бұл өткен өмірдің, кешегі күннің тәжірибесі мен жемістерінің ішінде мән-мағынасы бай, дәрежесі жоғары заман талабына жауап беретін, бұрынғы соңғының шеңберінен шығып, болашаққа кең жол ашатын аса маңызды ізденіс әрекеттер. Сонымен қатар, жаңашылдық бұл әрине жалпы өркениеттің дамуына әсер етеді. Осы жолда туып, орнығады. Жаңашылдықтың өзі әрқашан қаламгерден, өнер адамынан асқан шеберлік пен таланттың нәтижесін көрсетеді. Бұл әдебиет пен өнердің өрісін әрине кеңейте түсетін ұғым. Дәстүр мен жаңашылдық диалектикалық бірлестікте болып, ескі мен жаңаның арасын жалғастырып отырады, тарихпен бірге дамиды, өндірістің базисі ретінде өзгеріске ұшырап отырады. Міне, дәстүр мен жаңашылдық арасындағы заңды байланыс материалдық және рухани мәдениеттің, өндіріс пен техниканың, философия мен әдебиеттің, өнердің барлығына да тән. Дәстүр мен жаңашылдық ұғымы әдебиетте, өнерде ұлттық ерекшелікті сақтай отырып, жаңа заманның талап-тілегіне сай келу қағидасын қарастырады. Адамзаттың жалпы өткеннің әдеби даму тарихына
көз жүгірте отырсақ, дәстүр ұғымы екі түрлі мағынасында, екі түрлі тұрғыда анықталады екен. Ол әрине біріншіден адам баласының өткен өмір тәжірибесіндегі, тіршілігіндегі қайталау және жаңғырту түрінде тірек етуі. Бұған әрине әдет-ғұрыптар, салт дәстүрлер, түрлі ұлттық рәсімдер жатқызылады. Ал екінші бағытында негізгі мағынасында мәдени рухани тәжірибені, бұл арада көркемдік, шығармашылық тұрғыда игеру және жалғастыру деген сөз. Бұл әрине өнерге, сөз өнеріне қатысты мәселе. Әрине қазақ әдебиетінде қазақтың бас ақыны, классик ақыны Абай Құнанбайұлы салып кеткен үлкен әдеби дәстүр бар. Бұл Абай Құнанбайұлы енгізген жаңашыл үлкен дәстүр қалыптасты. Абай ақын қазақ поэзиясына шешендіктен, әсіре бояудан құтқарып, терең ойлылықты, философиялықты арттырды десек те болады. Ақын орнын, оның қоғамдық әлеуметтік мәнін танып, көркем сөзді жоғары сатыға көтерді. Ауыз әдебиетінің дәстүрінде келе жатқан поэзияны түрлендіріп, жаңа арнаға салады. Ақынның көлеңке басын ұзартып деген өлеңінде адасқан күшік секілді ұлып жұртқа қайтқан ой деген уақыттағы тынымсыз, мазасыз ойды, жабырқау көңілдің суретін ақын бұл арада адасқан күшікке балап отыр. Міне осы арадағы адасқан күшік, яғни адам баласындағы жұртқа жабырқаған, жүрегі қырық жамау болған Абайдың сол бір сәттік сезіміне, философиялық танымына байланысты әдеби бағытқа кіргізген жаңашылдық бояуы болып табылатын. Соныменен Абай шығармашылығының жаңашылдығы нендей бағыттар арқылы байқалады дейтін болсақ, бұл әрине біріншіден көркем аударманың классикалық үлгілерін тудыруымен байланысты, табиғат лирикасын қалыптастыруымен қатысты, әлеуметтік сатиралық лирика үлгілерін жазуымен байланысты, тіліміздің поэтикалық зор қуаты мен мүмкіндігін таныстырды, қазақ өлеңінің құрылысына жаңалықтар алып келді, жаңа ұйқас түрлерін ойлап тапты, пішін мен мазмұнға келген жаңашылдықтары тағы басқаларын атап өтуімізге болады. Міне осы 20 ғасырға дейінгі қазақ әдебиеті өлең сөз шеңберінде дамып келгендігін, ауыз әдебиеті мен 19 ғасырдағы жазба әдебиеті қалыптастырған, Абай дәуірі қалыптастырған кезеңнен көз жүгіртіп қарайтын болсақ, әрине бірінші алдыңғы бағытта өлең сөз шеңберінде дамып келгендігін біз ерекше тоқталып айтып өткіміз келеді. Әрине одан кейін даму барысында, дәстүр барысында проза жанрына да өзінің әсерін, ықпалын тигізбей қоймады. Жалпы фольклорлық үлгілерде қара өлеңнің дені басым болып, ал 20 ғасырдың басында қара сөз шеберлерінің туындылары поэзияға жақын болу себебі осындай бір үзеңгілестікті, әдеби дәстүрді байқатады екен. Жаңашылдық бұл қандай ұғым? Бұл турасында Әнуар Дербісалин былай деп баға береді. Қай салада болмасын, жалпы дәстүр атаулыға тән қасиет, ол дайын күйінде тумайды, не өзге біреуден оңай алына салынбайды. Ол заманалар жемісі, тәжірибелер нәтижесі, уақыт сынынан, ұрпақтардың ақыл-ой елегіне мүдірмей өткен халықтың тіршілік тұрмысына жауап беру арқылы өміршең сипат алып, әрдайым өсіп, өніп, жалғасып отырған әрі тұрақты, әрі жанды, әрі белсенді құрал деп жазады. Философиядағы жоқтан бар болмайды дейтін қағидаға сүйенетін болсақ, көркем өнердің даму үдерісінде жаңалықтар өзіне дейінгі мұраны, дәстүрді жоймайтындығын байқаймыз. Қайта оның кейбір элементтерін дамытып әкеліп, жаңаша көркемдік ізденістермен, тың дүниелермен ұштастыратындығын біз жақсы білеміз. Мәселен, Абай Құнанбайұлы өзіне дейінгі бағыз замандардан келе жатқан шығыстың эстетикалық дәстүрі мен халқымыздың бай рухани мұрасынан сусындай отырып, оны жоғары бағалады. Мұхтар Әуезовтің Абай жолындағы фольклорлық дәстүрлер, Ілияс Есенберлиннің көшпенділеріндегі аңыздық баяндаулар турасында да осы мәселені көтеріп кетуімізге болады.
20 ғасыр басындағы прозалық шығармаларда фольклорлық дәстүрлер сюжет құруы арқылы дәстүр сабақтастығын танытты. Бұл орайда Міржақып Дулатовтың Бақытсыз жамалын, одан кейін суреткердің дүниетанымын, дүние қабылдауын бейнелеуде Шәкәрім Құдайбердиевтің Әділ Мария, Жүсіпбек Аймауытовтың Ақ білек шығармаларын, ал кейіпкерлер характерін сомдауда Сұлтанмахмұт Торайғыровтың Қамары мен Ахметі, Міржақып Дулатовтың Жамалы, тағы да басқа шығармаларда тіл өрнектерінде айқын көрініс тапты дейміз. Енді әдеби дәстүр мен жаңашылдық бағытына қатысты 20 ғасырдың екінші жартысында, әсіресе 1970-90 жылдарда қазақ прозасында белгілі қаламгерлер Әбіш Кекілбаев, Дулат Исабеков, Рамазан Тоқтаров, Оралхан Бөкеев, Төлен Әбдіков, Ысқақбаев, Досжанов, Санбаев шығармашылығында ұлттық дәстүрді сақтай отырып, олар әдебиеттегі социалистік реализмнің қатқан қалыбын бұзуға ұмтылды, дүние мен адам сырын жаңаша құрылымдық бейнелеуге тырысты. Әрине, әдеби процеске ең алдыменен әлеуметтік тарихи құбылыстар әсер ете отырып, екі түрлі фактор басты бағыт беретіндігін айта кеткіміз келеді. Ұлттық мәдени дәстүр мен жалпы адамзаттық әлемдік мәдениеттің әсері сөзсіз ықпалын тигізбей қоймайды. Сөз соңында ұлттық топырақтан сусындап, ұлттық дәстүрден қол үзбеу және әлемнің көркемдік даму тәжірибесін өз мүддесі тұрғысынан игеру әрбір ұлт мәдениетінің, әдебиетінің жемісті дамуының басты шарттарының бірі болмақ дегіміз келеді. Студенттер, біздер бүгінгі әдеби процесс, дәстүр мен жаңашылдық дәрісі тақырыбына қатысты не білдім, нені үйрендім, нені үйренгім келеді инсерт картасы бойынша кері байланыс жасауларыңызды сұраймыз. Бейне дәріс бағытында сіздерге тақырыпқа қатысты әдебиеттер мен интернет ресурстары ұсынылып отыр. Сау болыңыздар.